Сәлем достар, сіздермен простой шкет. Мен бүгін қазақша сөйлеп тұрмын, өйткені орысша менің кривой. Бүгін біз террария дейтін ойынды ойнайтын боламыз. Алып кеттік. Один игрок дейді. Перейти игрока плюс новый имя. Простой шкет. Окей. Сложность низкая. Так. Персонаж не сидит. Дать. Стоп. Назад только новое имя. Туй. Тоқтаңыздар, нормальный персонаждар ойыншы. Кет. Ал мен болсам түрімді 10 сағат таңдап болғанша сіздерге 2 секунд өтеді. Достар, міне біздің басты қаһарманымыздың аты инопришеленец. Міне жап-жасылық қойдым, мындай сложность средняя. Барлық, короче, сондай. Ал енді бастаймыз. Не? Қаба. Не, мені күте тұрыңыздар. Міне достар, бәрін қалпына келтірдім. Міне персонажымыз. Короче, соны таңдаймыз. Выберите мир дейді. Новый бастаймыз. Маленький средний қоямыз. Мынаның атын неден қоямыз енді. 001 деп қойық. Тоқта. Дударасты қойсақ не болады? Болды. Дударас. Дударас 001. Окей. Сложность обычная. Создать болды. Создание участка мира дейді. Міне шығып жатыр. Создание участка мира. Добавление песка. Міне процесс өтіп болғанша бір заман өтеді. Достар, міне шынымен де көп загрузка болды. Дударас дейтін миріміз шықты. Енді Дударасқа кіреміз. Дударас 001. Давай. Загрузка данных мира. Давай. Тез. Уақытым жоқ мен. Уақыт жоқ. Уақыты жоқ. Давай. Кішкене oldu. Бүрістік тағы загрузка болады емес. Загрузка данных мира, я сосын енді істеп тұрсын. Мынан қараңдар, бұл загрузка шықты, наконец. Мынан қараңдар. Пиксельный ойын Майнкрафтқа ұқсайды екен. Так. Не істейміз біз бұнда? Саңырау құлақ деген. Так. Инопришеленецтің қылышы бар. Прикинь, не мынау? Ауырттың ғой, не еді? Золотого Майнкрафтта. Слизбе. Гель дейді.
Шампунь. Так. Bizde kirke yok. Ah! Aktı. Ne? Короче, mana жігіт кетіп қалды ғой, соңынан бөлек. Кет. Ай. Aman. Чё? Колин. Менде кирка var, менде меню. Менде меню. Кирканы таңдаймыз. Қызығамыз Майнкрафт. Неге қазылмайды? Кирка мәмді садақ бар, үй кермін қары. Так. Неге жер қазылмайды? Давай. Жер қазылмайды. Короче, бізге басқа керек шығар. Ода мен мана чувачелаға барайын. Чо. Давай, о тас. Көбелекті өлтіреміз, қасқа көбелек. Так, жүр тас. Той тас деппін ғомнан. Колин. Берші маған да садақ, не істеп жүрсің? Кімсің? Куәлігің қайда? Так. Қазуға көмектесейшін болмаса. Әлде телохранительсің ғой. Чо. Үңгір. Так. Қошыншы. О, менде заточенный медор топор бар. Давай, 1 сағат тұрып етеді. Древесина. Майнкрафт 2D ғой. Майнкрафт 2D RPG. Давай, копай. Мә, көбелек. Мә. Слизь. Мен өлтіргісі келген слизь. Так. Қазамыз. Ағашты қазбайды ғой. Ағашты сындырады ғой. Так. Басқан чо? Ешкім жоқ қой басқа. Қойса сен адамды ұра беруді. Үйді қалай салаттым да? Так, насындырып алайық. Сосын үйді қалай салатынын білеміз. Так, 9 точка бар екен. Тоқта. Қалай айналдырады ма вообще? Стопка дейтін еді. Так, короче, Майнкрафттан не 4-5 айналдырады ғой.
полға ма, төртбұрыш ағашқа ма, сондайға қалай айналдырды. Земля, можно поставить материал, можно поставить материал. Короче, түсіндік. Так, ағашты аламыз онда. Ағаш қайда? Ағаш керек бізге. Жоқ. Так, үй салайықшы, өйстіп. Нүгім. Не болып кетті. Короче, түсіндіреміз. Сіндір давай. Сіндір алмайды, ну чё? Чёрт. Кейін шығамын. Просто прекрасно. Ағашты сындыра алмаймын. Мына жерден де шыға алмаймын. Не мынау вообще? Ана шашымның кесірі сияқты бар ғой мына. Шаш. Ё-мо, қалай сындырады енді? Логично. Тасты киркамен сындырады. Тасты деппін ғой ту. Ағашты. Давай, хотя бы ағаштарын да алып кетейінші ме? Немесе осы жерге кішкентай үй салып аламын. Так. Үйімізді салып алайықшы. Так, нормальный хат салып аламыз. Пока что осы үйде жетеді. Так. Короче, үйіміз жаман болып шықты. Кровать керек. Короче, достар, бұл ойын онша қызық емес сияқты деп ойлаймын. Егер бұл ойынды ары қарай ойнай бергенді қаласаңыздар, онда ойнай беремін ары қарай. Ал енді видео ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар, комментария жазыңыздар келесі видеоға арнап. Және ең жақсы комментарий, өзім үшін ең жақсы комментарийді мен келесі видеоға шығарамын. Ал міне Алдияр братишкамыздың комментарийі, өйткені неге оныкін шығарып атты деп ойлайсыздар? Өйткені ешкім комментарий жазбаған, сол жалғыз комментарий. Сондықтан міне, пока.